енді пайғамбарымыз дүниеге келген кезеңін айту не бидағат па не? Кемет деп айтасың ба? Пайғамбар келіп тұр ғой сол уақытта. Бір адамның дүниеге келген күнін айту бидағат емес ол. Өйткені бауырлар айтады, туған күнді жасау бидағат па дейді. Қашан туылғансың десем, пәлен күн туылғам. Сол күн туылған сенің өтірік па, рас па? Шынымен сол күн мен туылғам дейді. Болды, онда бидағат емес қой ол. Реально сол күн туылып тұрсың ғой сен. Шариғатымыз не? Туылған күнді шектеп жатқан жоқ, жасама деп жатқан жері жоқ. Бірақ шариғаттың шектеуі бар. Туылған күн деген кезде біз бала кезімізде көрдік қой, ағаларымыздың туылған күндерін ішіп, қуып, билеп, ондай емес. Шариғаттың шеңберінен шықпа. Дастархан, адал дастархан болсын. Достарыңды шақырып, сол жерде бір жақсы, қайырлы отырыс болсын. Сол отырыстағы достарың саған жақсы тілектерін айтсын. Өмірің жақсы болсын иншалла. Алла Тағала жаманшылық көрсетпесін. Иншалла дуа қабыл болады. Егер сөздегі айтып жатқанның бәрі шариғатқа сәйкес келсе. Дастарханда арақ шарап жоқ. Шариғаттың шеңберінен шықпасаң, туған күнді де өткізуге болады. Машинеңді де жууға болады. Жаңа киім алдыңда оны да жууға болады. Бәрін істеуге болады. Бірақ шеңберден шығып кетпе. Өзінің шариғаттың шеңбері бар, содан асып кетпе.